Теңіз бар кезде, ел ұйысып отырған кезде, қайықтағының жаны бір дегендей, бір-бірімізді ұруға бөлмей, бір атаның баласындай бірге өмір кештік. Сонау үш мырза, қос шақы, ұялы, қос шегенді, ұзын қайыр, райтоп, араң қорған, жалпақ, тасты, қарабура бір ауылдық кеңеске, ұялы ауылдық кеңесіне бірігіп, колхоз, гаслоп деген екі мекемеге де балық аулап, тіршілік жасап, балашаға асырап, еңбек тасқынын тасытқан жандардың ұрпағымыз. Барлық ауылдың әрқайсысында 50-60 үй, балық аулау пункті, бастауыш мектеп, дүкен, ал ұялыда 8 жылдық мектеп, аурухана, пошта, тұтынушылар одағы, әр ұлттың өкілдері тату-тәтті өмір сүрді. Мәдениет ошағында түрлі мекемелердің мерекелік, әр мекеме сайын, мереке сайын үлкен концерті болатын еді. Соның бәрі жүрегімізде, көкірегімізде сайрап тұр. Қазіргі солардың ұрпақтарының есімдерін көріп, естіп отырып, олардың әкелері, аталарын еске түсіремін. 2007 жылдары Арал ауданының өткені мен бүгіндігі жетістігі туралы жазылған кітаптан ұялы туралы, нөмірі 14-ші ауылдық кеңес туралы бірде-бір еңбек жазылмағаны мені қатты қынжылтқан. Ішістегі ұрпақ алдында ұялы топырағының ұмытылмай бара жатырғанына өкінетініміз. Бірақ сол өкінішті, сол кемшілікті 2008 жылы Бекқали Бекбауылов бауырымыздың бұл жерде ұялы деген елді мекен болған. 1973 жылы Тараған деген Ақтаудың үлкен ақтасына апарып қойып, көп түйткілді шешіп жіберді. Көп ұзамай туған жерге қарай ұрпақтар шеруі басталды. Біздер 15 азамат 2008 жылы желтоқсанда, 2018 жылы екінші мәрте барып қайттық. Сонда алдымызға ұялыдан кеткенімізге 47 жыл, артымызға 42 жыл болған екен. Мауқымызды басып, балық заводының, мектеп үйінің, мекемелердің тұрған үйіміздің орнын көріп қайттық. Бекқали қойған ақтас айбаттанып, абыз ақсақал сияқты болып көрінетін. Құдайға шүкір, ұялықтардың көп бөлігі теңіз тартылғаннан кейін көрші Ақтойлар ауданының бірі 6 кішкененің туын тіккен қазалыға келіп табан тіреді. Оқыды, семья құрды, еңбектен абырой тапты. Қай салада болмасын ұялықтардың аты жер жарды. Қазалының әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеруге үлес қосты. Әр ауылдық жерде, Кәукей ауылында ұялықтардың бөліктері тұрады. Содан ойы келіп, туған жерге қаншама жанның жүрегінде жүрген қасиетті мекен ұялының атымен Қазалыдан көш алсақ деген жігіттердің ойы туындады. Әрине, бірлі-жар қарсылықтар болды, көремаушылықтар да болды. Бірақ аудан әкімдігі, аудандық мәслихат, ономастикалық комитет түсіністікпен қарады. Сөйтіп, вокзалдан төмен түскенде, бабамыз Кіші Жүздің биі Әйтеке би бабамыздың ескерткішінен өткеннен кейінгі ең бірінші көше, Кесе көше. Батысында Жалаңтөс баба атындағы бұрынғы теміржол стадионы, ардагерлер кеңесінің үйі бар аудандық. Шығысында бұрынғы теміржолшылар клубы, қазіргі оқушылар үйі. Сонау шығыс теміржол көпіріне дейін созылатын көше бұрынғы Ышасынов бұрылысы деп атайтын. Соған ұялы атауы берілді. Сол көшенің ашылуына аудан әкімінің өзі қатысып, соны ашып берді. Ескерткіш тақта орнатылды. Қазір сол асфальтталды. Бөтенде жаңарту жұмыстары жүргізілуде.